Задача найти металлический ящик. Орындалар операцияны шығарда түсіндірмей, тақалған сәтте артты жыртып шыңғырып айту керек. Жаулардың аумағына білдіртпей кірудің орнына есікті картопты жарып тұрып ашу керек. Қарсыластар бәрібір керең ғой. Гранатаны көліктің астынан сырғытып жібермей, көзге түсіп тұрып лақтырған дұрыс. Бас зұлым ауыр адаммен жылжып келе жатқан ешкім байқамай, барлығы көтімен бері қарап тұрады. Қызға да респект. Ендігі арттарыңда деп тоқылдаудың орнына алады тілін жұта салады. Үндемей түндемей кеп бәрін бүктеп тірлікті қанттай қылуға бола ма? Жоқ, одан да өзінің ойбай қандай мықты зұлым екенін көрсетіп, бізді тамсандыру керек. Уайымдайтын ештеңесі жоқ, бәрібір қарсыластары қаруды тартып алатындай жерде тақалып тұрады. Ал қыз тапаншамен зұлымды ұзақ уақыт көздеп, ол бәрімен төбелесіп болғаннан соң барып ата бастайды. Брикстон 3 рет атса да лобовойда 4 тесік туындайды. Микроавтобус кадры арасында бұрышын өзгертеді. Грузовик аударылған бетте жүгіріп барып істі тындыруға бола ма? Одан да қыз вирусты қолына қашып кеткенін күтіп, 2 сағат тасбақамен жарыса тұрамын. Құрсын тағы зұлымдық пландарым ерте орындалып кетіп, кино басталмай жатып бітіп кетсе, Казвойсқа не бетімді айтам? Микроавтобусты шыға берісте соғып өтті ғой, Енді мына жерге оны кім әкеп қойды? Ол бағана бұл жерде жоқ еді ғой. Денелерді кім ортаға жылжытқан, бағана олар жан-жақта шашылып жатты емес пе? Сағаттың қасында кітап жатады, секундтан соң жоғалады. Хопс пен Шоудың оятқышқа келгенде талғамдары бірдей екен. Жаулар көп болса, міндетті түрде қаруланбай жұдырығын алып кезекпен жабылдайды. Ұқсамасаң тумағырланып, екеуі де бір әдісті пайдаланып, аудың арасын азаптайды. Физика өле сал. Шоу мына көтекті терезеден лақтырғанда, оның инерциясымен алып кетудің орнына аяғы шегемен қағылғандай тұра қалады. Сосын Хопс пен Шоу не үшін шпаналарды соншама жылатып, қыздардың көзінше қу тыңдап тұр? Бұл байқұстар құпияда сақталатын ұйым туралы бір нәрсе білет дейсіңдер ме? Жылап қалады, мамасын айтып берсе тағы. Тиіспесеңдерші. Не оставляй меня тут, пожалуйста. Я боюсь высоты. Жыламаш, аяғыңды көтерсең бері кіріп кете аласың ғой? Хопс 13 шелпекті тауса ма? Таусады. Мүмкін емес. Бала кезде Декарт пен Хэтти жасты болып көрінгенмен, үлкейгенде Хэтти Декарттың немересіне айналып кетеді. Британдық агентке басқа ешқандай жұп табылмай, киноның атына сай келу үшін Хопс есімді бұрын күндес болған қосағымен қосақ арып кетеді. Сонымен қатар әлемді осы екі жұптан басқа ешкім құтқармайды екен. Доминик қайда, Брайан қайда, жалпы Форсаж тобы қайда, Мстити, бұл басқа әлем екен ғой. Они позабудут о разногласиях во имя спасения мира. Да никогда в жизни. Әдеттегідей кейіпкердің айтылған сөзі келесі кадрда бет-бе-бет қарама-қарсы іске ие болады. Қашқын Хэттиді орталық барлау қызметі, яғни ЦРУ-дің өзі таба алмай жүргенде, бұны Хопс құмалағын шашып жіберіп, қай уақытта қай жерден шығатынына дейін біліп қояды. Кинодағы кезекті жеңіл аккумулятор. Кранды бұрамай душтың қақпағын жұлып алса да су шаптырып ағады екен. Төбелесті тамашалап барып жарылуға кірісетін тағы бір граната. Авторлар чиканы жұлып алғаннан соң, орнына қайта салса граната жарылмайды дегенге сенеді екен. Бағана лақтырылған граната әлі айналып тұрма? Хопс Хэттиді көтергенде беті бүтінетін. Қазір неге жара? Хопс жеткенше бетін тырнап келді ме? Мына болып жатқан циркті әйнектің ар жағынан ешкім байқамай қояды. Әдеттегідей сцена күлкілі көріну үшін кейіпкердің фонында сайқымазақ әрекеттері орын ала бастайды. Екі бас кейіпкерді фанаттары жақсы көретін соншалық, оқтың өзі оларды айналып өтеді. Жынды ма, әлі тазбастармен алда қаншама форсаждар түсіру керек. Троспен ыңғайлы уақытта ата қалса, астындағылар да ыңғайлы уақытта секіре қалады. Хопстың алақанына қарап, физика үйкеліс заңын өшіріп тастайды. Ал Хопс жерге жұмсақ түссін деп, біреу машинасына ыңғайлы қойып кетеді. Екі күзетші шыңғырып түскен лифттің дыбысын естімепті. Бүкіл фильм бойы зұлымдар қару көтеруге ұялып, бас кейіпкерлердің алдына келіп өздері ақ өле береді. Жұлдыздарға қару кезенбеңдер, ұят болады. Мынадай соққыдан қабырға қаусырай ма? Ал мынадай соққыдан ми шашыла ма? Қайдағы? Кездей соқтық қояншығы. Агент Шоудың ізделінді нысаны оның бұрынғы жауы болып шығады. Байқаусызда. Брикстон шетке қашып кетудің орнына бізге көлікті көтеріп мақтанады. Одан кейін мыналар машинаға отырып қашып кеткенін біраз уақыт күтіп тұрады. Декарт артта көрінбеген етін. Қазір ауадан пайда болып. Онымен қоса автобустың алдына тоқтап солға жылжып кетеді. Неме Декарт Шоу Хогвартста оқыған ба бұрын? Талып жатқан адамдар жерге сіңіп кетеді. Қуғынға кедергі болмас үшін дәу Лондонның кептелісі өз күшін жоя салады. Егер трафик көбейген жағдайда ешқайсысына тимей араларынан өте шығады. Хопс инерциентті бағындыра алады екен. Енді біліп алыңдар, Еуропада жүк көліктердің астында мұндай бос кеңістіктер болмайды. Оларды арнайы қоршаумен жауып тастайды. Экшнді әсерлі қылу үшін тура керек жерден фураның екеуі қабаттасып өте шығады. Бас кейіпкерлер қашып бір жерге жайғасам дегенше, Брикстон өзінің зұлымдығына жетіп, бүкіл мемлекетке екеуін аз уақыттың ішінде жаңалықтар беттеріне жайып салып үлгереді. Не үшін зіңгіттей алып корпорация мына оқымыстыға қауіпті вирус жасатып алып, оны қараусыз қаңғыртып жіберген? Шығыс бойлықтағы Лондонда күн шығып тұр, сол уақытта батыс бойлықта орналасқан Лос-Анджелесте де күндізгі уақыт. Міне күн екеу болып кетті ме? Шоудың жүйріктілігі соншалық адамдардың бет-бейнесін көшіріп алып, бүкіл жер бетіндегі мәліметтер базасына саусақпен санап шығатындай секундтарда бітіреді. Мүше мен дәрет жайында әзілдер қайда? Маленький хрен. Бәрекелді. Шоу Хопсты қастандықпен ұстап берсе де, Хопс осал дейсің бе? Полициямен 5-6 минутта сөйлесіп бәрін шешіп тастайды.
Брикстон бізге қосымша үрей туғызу үшін жоқ жерден әруақ құсап пайда бола салады. Персонаждардың эмоциялары жарқын көріну үшін арқашаның артына жарықтар іліп қойыпты. Орыстардың колоритін әдемілеп тұрып көрсету үшін британдық архитектурада жарай береді. Қарсы алыңдар, көз алдарыңда орындықтары бірін артына бір емес, иықпа-иық орналасқан елде жоқ истребитель. Парашютты жерге 5-ақ минут қалғанда ашу керек. Түк болмайды. Қате кириллицалар порциясы. У әрпін қазақша Ö әрпімен шатастырып қойыпты. Екеуі тағы да тәуіптік танытып, осыншама уақытта шыға ма шықпай ма әйтеуір бомбаға 45 минутты бекітеді. Үлгереміз, қайда барамыз, кино қойшыз. Таймер установлен на 30 минут. Шатаспа, 45 минут. Қорғалмаған мүшелерден атуға бола ма? Тек қалқанның ортасын дәлдейміз. Ол аздай жыртылып тұрып шыңғырамыз. Бәлкім оғымыз қаттырақ ұшар. Қолда ататын қару бола тұра, жамырап, жалаң қолмен жабылып қаныш еді. Бұлар тағы біртіндеп шабуылдау ережесін сақтауды ұмытпайды. Ал шоу Хопсқа мақтанып тұрғанда артындағылар бұны күтіп тұрады. Хопс мына дубльде қолындағы денені сүйретіп, көліктің алдыңғы шетінен жылжиды. Кейінгі дубльде артқа оралып ортасынан сүйрейді. Мұндай күрделі сенсорлар көздің торлы қабығын бақылаушы еді, ал қазір маңдай тисе болды ашыла береді. Талып тұрған зұлым қорыққаннан талып тұр екен. Мұндай әрекеттің керегі несі? Одан да Хопстың бөлмесіндегі есікпен шыға салмайсың ба? Бомба жарылып кететін болды ғой. Босай тез-тез. Амал-айла бізге көрінбей қалмас үшін оны ауыздан шығарып камераға көрсетіп мақтану керек. Қыздың аяғын байламапты. Енді екі қолын байлақ болған шығар. Туй! Екі еркек бір байлаулы тұрған қызды жеңе алмайды. Адамның денесінен тоқ өткенде стоматологияда отырған пациент құсамай, бұл шығыттер бірден жиырылып жағы ашылмай қалу керек. Жарайды, Хопстың күші көп, металды сындыра алады дейік. Ал шоудың ұстағыштары қорыққаннан жылынып кетті ме? Егер от шашқыш адамды осылай лақтыратын болса, онда ат тұрған адам өзі де ұшып кету керек қой. Өйткені Ньютонның екінші заңы. Қашу керек болса, көлік те дайын тұрады. Мін де қаша бер. Мынадай кашада бас кейіпкерлерге ешкімнің оғы тимеді деген жүз ұйықтаса да түске кірмес. Әдеттегідей топырақ камераға түскен білдіріп шыныға жағылады. Бомба қай кезде жарылады? Әрине бас кейіпкер қашып құтылғанда. Оның үстінен дәлме-дәл секунд санап, еш кешікпей уақытысында іске асады. Ол жарылса тағы бүкіл периметрге мина қойып тастағандай бір-біріне эстафета беріп, кейіпкердің артынан қуып, барынша жарақаттамай жүріп шығады. Көліктің үстіне мінгесіп тұрып қалу үшін жолдан жәнем трамплин туындай қалады ғой. Ол Брикстонға да қатысты. Зұлым қарсыласын жолға лақтырып жіберудің орнына байқап ұра бастайды. Қазір ғана темірді сындырып тастаған адамның соққысы қалай жеңіл тиіп жатыр? Ендігі астыңғы жағы екі айналып келу керек қой. Саусақты шерттік, міне паспорттық тексерусіз Самоаға да жеттік. Хопс келгенде есік жабық, ал бағана ашық тұрған. Неге мұндай операцияны жатқызып қойып жасамасқа? Көтер алмай құлақ баса не болар еді? Бас кейіпкерлер Самоада екенін зұлымдар қалай біліп қойды? Тағы біреу құмалақ ашты ма? Жоғары дәрежелі күрделі техника істен шығып кетсе, ағаңның қорада тұрған сарайына апара сал, бәрін зыңғып береді. Зұлымдардың ақмақтығы. Әскерлерді кәдімгі қарумен жабдықтаудың орнына компьютерлік желімен ой жүріп тастайтын түсініксіз автоматтармен шабуылдағаны қызық екен. Ал енді төбелесіңдер. Жұдырықпен шабуылдағыш едіңдер ғой бағана. Бұлар келгенде қараңғы еді. Дем арасында күнде концерт көргісі кеп шыға келеді. Күннің жылдамдығы таңғалдырудан жалықпайды. Кері санау түнгі уақытта қосылған. Күн қақ төбеде тұрғанда енді 21 минутқа келіпті. Сонда 8-ақ минутта түс болып қойды ма? Әй, қызды алдыңдар, тікұшаққа отырдыңдар. Енді құрысаңдар шары қарай. Жоқ, бұлар бізді біреу өліп кетер ме екен деп, құмырсқа секірсе жететін биіктікте тұрып алады ғой тегі. Өмірде мұндай қотыротты тек артқы жетегін іске қосып шығарады. А кинода трюктар сәтті орындалу үшін толығымен қосып қойыпты. Жақыннан алғанда алдыңғы осьте дөңгелектерге ешқандай жетек қатынамайды. Халастой қалыппен айналып тұр. Жалпы планда жолдың шетінен ешкімді байқамаймыз, бірақ көзді ашып жұмғанша Хопстың ағасы атып шығады. Екі ілмекті екі қолмен бірден іліп алу, ол үлкен сәттілік. Одан кейінгілерді айтпай-ақ қойын. Бағанадан бері тікұшақ бір хотротты көтер алмай Пеннивайздың шары құсап арттан еріп келе жатыр еді. Енді кеп бір топ машинаның тепловозына айналып кетті. Соған қарағанда штурвалға Брикстон отырмай тұр екен. Көрсетілген пойызды алға тарту үшін алдыңғы дөңгелектерге білесіңдер ме қанша күш керек? Оның үстінен бұлардың бәрін топыраққа тығылмай тарту үшін жер асфальт болу керек. Ал мына жерде екі дөңгелекпен так 1, 2, 3, төртіншісі тікұшақ. Oh my god. Машиналар соғысса міндетті түрде жарылып аспанға ұшады. Хопс Стив Роджерстың фанаты ма? Әй, Марвел сені шақырып жатыр ғой, барсай. Тікұшақ апатынан Хэтти да дінаман. Оны қош, аппараты да бүп-бүтін. Хопс пен шоушы? Я, бұлар даман. Когда таймер на экстракторе будет на нуле, выпусти в нее всю обойму, понял меня? Ал сен не үшін осы тапаншамен ана екеуін ат тастамайсың? UFC көрсетпей қалам деп қорықтың ба? Найзағайда дискотека болып жарқайды, оны да білеміз. Экранның беті біресе топырақ, біресе таза. Итионның қаруын кез келген адам ұстап қолдан алады екен. Жауынның астында қалған Хеттидің киімі құп-құрғақ. Хопс пен шоу әлі іздеу үстінде екені. Кедендік бақылауларда ұсталып қалмауы бізді қызықтырмайды. Оларды жай ғана ұмыта салайық шаха. Тіпті Декарт пен Хетти шешелеріне барып ыржиып отыр. Қандай әдемі. Түрмеде торттың ішін тексермейді екен. Сейчас, мальчики, вас ждет небольшой сюрприз.